Бәріңді қазақ, бәрің дос, көрмесең істің бәрі бос. Тарихтан сабақ ала білуіміз керек, осыны ұмытпаңыздар. Ендеше мына сөзді, мынаны бір шет көріп отырсыздар, ең алғаш 124 студент қабылданған. 96 ұл, 28 қыз, 76 қазақ, 42 орыс, 3 татар, 2 еврей, 1 неміс. Олар мыналар міне отырған. Мына жерде отырсаңыздар, мына ең алғашқы мына өте құнды суретін Ахмет Байтұрсынов ағамыз. Мына Сажар Аспенжаров ағамыз, Халел Досмұхамедұлы ағамыз мына жерде, Әлімхан Ермеков ағамыз. Осы ең алғаш тұңғыш, ең бірінші жоғары оқу орны ашылғанда оқуға түсіп, кейін обал 124-тің ішінде 56 студент әрең деген ертеріп шығады. Тура сол кезде ашаршылық жүреді. Халықты қынадай қырған ашаршылық тура осы кезде кетеді, ұмытпаңыздар, мінекей келе жатыр ғой. 27 жылдан бағанаға айтқан 28 жылдың әлгі басталады. Мысалы, мен сіздерге бір мысал келтіріп кетейін. Сол кезде 28 жыл мысалы студенттер кешке 5-6-ға дейін оқып отырды. Мына электричество болмаған соң майшамен оқыды. Алматыда сол кезде 28 жылы канцелярский кесе товары, ручка, дәптер, қалам, қағаз сатып алатын бірде-бір дүкенде болмады. Сол мынандай элементарный нәрселердің бәрі сырттан келіп отырды. Ал сол мәселелердің барлығы мына жалпы студенттердің оқу үлгеріміне, жағдайына өте тікелей әсер еткен нәрселер мысалы. Енді қараңыздар, мына жерде ең алғашқы сол кезде мына тұрған кейінгі атыс танымал адамдар тұңғыш мына түскендердің ішінен шыққан бұл Тайыр Жаров мына кісі. Мына кісі Әділет Тәжібаев. Сосын Сәдуақас Бақшылық деген ағамыз болған. Осындай көптеген мына тұрғандардың көп оқуды бітіре алмаған. Енді қараңыздар, мынау тұңғыш ең алғашқы түскен кезде қолдарына ұстаған сынақ кітапша. Ендеше құрғақ сөзбен емес, бұл сынақ кітапшаның мен түпнұсқасын сіздерге көрсетейін. Бұл жерде Ахмет Байтұрсынұлы ағамыздың, Халел Досмұхамедұлы және мынау Сажар Аспенжаров ағамыздың өз қолдарымен ұстаған, бармағының табы бар кезінде сол кісілер ұстаса, міне, әр уақытта осы жерде бір аунап түссін дейді. Міне ол кісілердің міне тұңғыш ашқанда Казгу деген мына тұңғыш сынақ кітапшасының түпнұсқасы. Сыртында арабша және орысша жазу бар. Бұл кезде әлі біз латынға көшпей тұрған кез. Сондықтан арабша жазылған, міне ең алғашқы осы оқу орнының ішінде ашылғанда қазақ баласы жоғары білімді, ой, мен шынымен де жоғары білімді алатын болдым ба деп армандап, көзінен жас ағып тұрып жылаған студенттердің қолына ұстаған сынақ кітапшасы. Мына жерде міне Халел Досмұхамедов ағамыздың қолы, Мансуровтың қолы, Аспенжаровтың қолы. Міне мына жерде қараңыздар, әрқайсысында бір печаттары болған. Сынақтан өтті. Білесіздер ме қазір жылабымен сессияда жүресіздер ме? Сол сияқты мына жерде міне Ахмет ағамыз бәрі мынаны армандағы сондай кісілердің алдынан білім алсаңыздар, қараңыздар. Міне сынақтан өтті дейді, печаттарын қойып береді. Міне Ахмет ағамыздың қолын мына жерде өз қолымен қолын қойып міне. Сондықтан мына тұңғыш осы оқу орнының тағы не бар бұның жанында сіздерге қажет? Студенттік билет деген бір. Мынау тұңғыш студенттік түпнұсқа. Бұл жерде де міне қарасаңыздар, міне Досмұхамедовтың мына жерде қол қойған көп жағдайда Мансұров емес, Халел ағамыз қол қойып отырған. Досмұхамедов. Сондықтан мынау да түпнұсқа, сосын көрсеңіздер болады, міне түпнұсқа құжат. Бұл да жаңағы. Енді сіздерге осы дерекпен айналысу, зерттеу жүргізу деген мәселелердің қандай құнды екендігін түпнұсқа көргеніміз дұрыс болады. Енді мына жерде тағы да отыр, міне сол суреттері. Енді бір мәселе бар. Жалпы біздің негізі қазақтың әліпбиін бәрін зиялыларымыз жасап, алаш арысқа дайындап берген еді. Қазақтың өзіне не керек сонысының бәрін еді. Өкінішке орай оны орындай алмады. Оның бәріне орындайтын еді, оған қарсы қолданған күш болды. Бірақ міне сондағысы Ахмет Байтұрсынұлы ағамыздың өз қолымен жасаған қазақтың бұл төл әліппесі болып саналатын төте жазу әліппесінің түпнұсқасы. Міне Ахмет Байтұрсынов ағамыздың өзінің жазғаны бар.
былай дейді, мына өзі мынандай жазылған, міне барлығын бір ауыз мына алғы сөздігін оқып берейін. Балалар, бұл жол басы даналыққа, келіңдер түсіп айтқан қаралықта, бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па? Даналық өшпес, жарық жетпес байлық, жүріңдер, іздеп тауып алайық та дейді. Сондықтан мына жерде мына төте жазу мінекей. Бұл біздің міне қайдағы бір әліпбилерді бізге тықпалағанша, міне қазақтың әліпбиі осы болатын. Бұны қазір біздің мына Қытайдағы қандастарымыз осыны пайдаланады, осымен жазады. Міне төте жазудың негізі біздің мына көрдіңіздер ме, автономияны ала салғаннан кейін бәрі бөліп алды. Алгебра оқулығын кім жазды? Психологияны кім жазды? Педагогиканы кім жазды? Асфендияров. Тарихты кім жазды? Тарихты Асфендияров жазған. Ең алғаш. Көрдіңіздер ме? Бәрі бөліп қазақтың бүкіл несін дайындады. Оқитын, оқу әдістемелік құралдардың бәрі. Міне сонда тіл құралын осы мына әліпбиді Ахмет Байтұрсынов ағамыз қолданған. Бұл міне түпнұсқа құжаттың біреуі. Енді мына жерде тағы өте маңызды құжат бар. Бұл Санжар Асфендияров ағамыздың бүгін енді негізгі ректор болып жаңа айтылып жатыр ғой. Бұлар оңайлықпен ашқан жоқ, осының барлығын реттеп, осымен жан таласып, арпалысып, айқасып жүр істеді. Ағысқа қарсы жүр. Болмайтын істі тәуекелмен бастап алып, ақтарын өздеріне уайымдады. Мынаның арты қалай болар екен